Бисмилля, біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қалайсыздар? Кішкене сабақ үзіліп қалды, бірақ ары қарай жалғастырып жатырмыз. Юнит 44-ші сабаққа келдік. Яғни 44-ші сабақ, юнит 44. Бұл сабақта біз сұрақ қоюды алдында өткен едік. Соларды бұл сабақта бізге жинақтап берген. Сол жинақтап берген сабақтарды қарап көрейік. Кейбір етістіктер бар. Оның етістігі, яғни кейбір сөйлемдер бар, оның етістігі алға шығып кетуімен сұрақ қойылады. Ал кейбір етістіктер бар, тек алдына do, does, did дегенді қоя қоюмен сұрақ қойылады. Енді қазір етістік алға шығып кететін сөйлемдерді қарайық, қалай болатын. Міне, юнит 44-та it is, have you, do they, etc. дейді. Бірінші сұрақ, so it's, have you, do they дегендер. Позитивті, егер позитивті болымды сөйлемде қалай қойылады? Қараңыздар. Subject қойылады бірінші, бастауыш. Бірінші you дейсіздер, содан кейін етістік. You are eating. Бұл утверждение, яғни сөйлем, сұрақсыз қойылған сөйлем, кәдімгі жалпы сөйлем. You are eating. Сен тамақ жеп жатсың. Ал егерде сен тамақ жеп жатсың ба деп сұрақ қоятын болсақ, онда сол етістікті алға қоя қоямыз. Are you eating деп болды. Сұрақ солай қойылады. Are you eating? What are you eating? Немесе специальный сұрақтар бар. What, where, how деген. Солар ең басында қойылады. What, содан кейін жаңағы құрғандай сөйлем болады. What are you eating? Сен не жеп жатсың? In questions, the first verb is, are, have, is before the subject. Бірінші етістік, бұл жерде маңызды біліп алыңыздар. Бірінші етістік деп тұр. Бірінші етістік subject'тың алдында кетіп қалады. Subject деген олар I, that's it, she, David, you, they деген сөздер subject. Сол бірінші етістік соның алдында кетіп қалады. Бірінші етістік. Екі етістік жалғасып кетіп болмайды. Мысалдарға қарайтын болсақ, I am late. Мен кешігіп жатырмын. Am I late? Мен кешігіп жатырмын ба? Міне бірінші етістік. Мұнда итаки бір етістіктер тек қана. Бірақ қазір мына жерде екі етістікпен келетіндер бар астында. That seat is free. Бұл орын бос дейді. Is that seat free? Бұл орындық бос па? Is that seat free? She was angry. Ол ашулы болды. Why was she angry? Неге ол ашулы болды? Осылай келеді. Was she angry? Сосын алдына специальный сұрақ қосып кетті тағы да. Why деген. Why was she angry? David has gone. Мына жерде екі етістік келіп тұр. Has gone. Еске түсіріңіздер, айтты. The first verb деді. Бірінші етістік алға кетіп қалады. Екі етістік қатармен кетіп қалмайды. Where has David gone? David gone. David қайда кетті? Has David gone? Has gone David деген жоқ. Мына жерде бір етістігі кетті тек қана. Есте болсын, сол бір етістік кетеді. You have got a car. Мына жерде де have got екі етістік тұр, бірақ бір етістік кетеді тек қана. Have you got a car? Сенде машина бар ма? They will be here soon. Олар мұнда болады жақында. When will they be here? Көрдіңіздер ме? When will be they демейміз. When will they be here? Олар мұнда болады ма? Paula can swim. Paula жүзе алады. Can Paula swim? Paula жүзе алады ма? Міне осы етістіктер барлығы, осындай келген етістіктер сұрақ қою әдісі тек қана алға өтіп кетеді. Бірінші етістік. Remember дейді, есте болсын дейді. The subject is after the first verb. Міне айтып тұр сіздерге. Есте болсын дейді. Subject деген неден кейін дейді? Бірінші етістіктен кейін келеді дейді. Міне жаңа айтқандай. Мысал қараңыздар. Where has David gone? David қайда кетті? Where has David gone? Мына жерде not where has gone David. Has gone David деп айтпаймыз. Бір етістік тек қана алға кетіп қалды. Ал мына where деген ол специальный сұрақ. Where are those people waiting for something? Бұл адамдар бір нәрсені күтіп тұр ма дейді. Are those people деп тұр. Мына жерде are waiting деп нетпейміз. Мына жерде are waiting those people деп кетпейміз. Тек бір етістік кетті, яғни a кетті. When was the telephone invented? Телефон қашан ойластырылып шықты.
When was the telephone invented? When was invented демейміз. Was invented деп айтпаймыз. Бірінші тек етістік алға кетеді, яғни was кетеді. Соны есте сақтап қалыңыздар. Бұл сондай етістіктердің бір түрі, етістігі алға шығып кетумен сұрақ қойылатын сөйлемдердің бір түрі бұл. Енді келесі сөйлемді үйренеміз. Ол келесі сөйлемде тек қана алдына do, does қоюмен сұрақты қалай шығаратынымызды сондай етістіктерді қарап көрейік. Мынандай сөйлемдер бар ғой, мынандай етістіктер бар ғой, қарапайым work, жұмыс жасау, live, өмір сүру, go, бару, speak, сөйлеу, watch, қарау, мысалы get up, ұйқыдан тұру деген сияқты. Осындай неше түрлі етістіктер кәдімгі қарапайым. Сол етістіктер сұрақ қоюы өте жеңіл. Тек алдына do, does, didті қоямыз. Do, does деген осы шаққа, did өткен шаққа. Мына қараңыздар. Do I work? Мен жұмыс жасаймын ба? Негізгі сөйлемі I work, мен жұмыс жасаймын. We live, біз өмір сүреміз. You go, сен барасың. Просто алдына do'ды қоюмен сұрақ болып кетеді. Do I live? Do I work? Do you go? Деген сияқты. Егерде he, she, it келетін болса, he, she, itті алдына does қоямыз. Does he work? Does she live? Does she go? Does it go? Деген сияқты. Егерде өткен шақ болса, онда he, she, it қарамайды, барлығы. I, they, he, she, it барлығы тек алдына didті қоямыз. Did they work? Did he live? Did she go? Деген сияқты. Сұрақ осылай қойылады. Енді қараңыздар, позитив пен question екеуін араластырып көрейік, салыстырып көрейік. Позитив деген кәдімгі сұрақ қойылмаған, кәдімгі қарапайым сөз. Мысалы, they work hard. Ол қатты жұмыс жасайды. Мына қараңыздар, дәл осы they work hard ешқандай өзгертпей, тек алдына do қоя қоямыз. Do they work hard? Болды, мына сұрақ шықты. Do they work hard? Олар қатты жұмыс жасайды ма? You watch television. Мына да сол you watch television. Бірақ алдында өзгерістер шықты. Тек do'ды қоя қойдық. Және қосын специальный сұрақтар деген бар. Алдына кешін жаңағыда айттым. How often деген как часто, қаншалықты жиі. You watch television деген сен телевизор қарайсың. How often do you watch television? Қаншалықты жиі сен телевизор қарайсың. Сұрақ осылай қойылады. Chris works hard. Chris қатты жұмыс жасайды. Енді does Chris work hard? Chris қатты жұмыс жасайды ма? Мына жерде бір нәрсе бар. Позитивті Chris works деп тұр. Неге? Себебі Chris деген ол he ғой. Ал he, she, it'тер етістікте works болып келеді. Ал сұрағында просто does Chris work дейміз. Work кетіп қалады, орнына does келеді. Does Chris, яғни works кетіп қалады, орнына алдына does келеді. Does Chris work hard? Chris дейтін қатты жұмыс жасайды ма деген мағына. She gets up early. Ол ерте тұрады. What time does she get up? Қашан ол тұрады? They worked hard. Олар қатты жұмыс жасады. Өткен шақ. They worked. Did they work hard? Олар қатты жұмыс жасады ма? Мына сұрағында work деп AD қосып керек емес. Did'тің өзі жеткілікті. AD деген ол өткен шақ екенін білдіртуші ғой. Ал did келіп тұрса, ол екі білдіртуші қажет емес онда. Did өзіне алып кетеді бұл функцияны. Did they work hard? You had dinner. Сен тамақ іштің, обед іштің. What did you have for dinner? Сен не нәрсе іштің? Яғни, обедте не іштің? What did you have for dinner? She got up early. Ол ерте тұрды, өткен шақ. What time did she get up? Қашан ол тұрды? Қай уақытта тұрды? Сұрақтар осылай қойылады, кішкене ойланып, ой жүгіртіп, салыстырып, неге осылай кетті, неге S кетіп қалды мұнда, неге S келді, соларды ойланыңыздар. Егерде сұрақтар туындаса, түсінбеген нәрселер болатын болса, комментарийға астына жазыңыздар. Мен барынша жауап беремін иншалла. Лайк басуды да, тіркелуді де ұмытпаңыздар, егерде бұрын істемеген болсаңыздар ғой. Sometimes do is a main verb дейді. Кей кезде do деген кәдімгі қарапайым етістік. Мұна жоғарыда келтірген do, does, did деген сұрақ қоюға көмектескіш болып келді ғой. Ал do деген кәдімгі өзіндік, мысалы love, work деген сияқты, watch деген сияқты кәдімгі етістік бола алады. Do, жасау деген. Just do it, просто сделай это. Nike'ның рекламасы бар да, естеріңізде болса. Do you do?
Оған да көмектескіш сұрақ қою, ол да do. Сонда you do, сен жасайсың ба десе, алдына do қоямыз. Do you do? Ол жасады ма? Did he do? Мысалдары, what do you usually do at weekends? Сен демалыста әдетте не істейсің? What do you do? What do you usually do? What does your brother do? Сенің ағаң не істейді? He works in a bank. Ол банкта жұмыс жасайды. I broke my finger last week. Мен өткен апта саусағымды сындырып алдым дейді. I broke my finger. How did you do that? Қалай істедің оны дейді. Яғни қалай сындырдың? How did you that деп айтпайсыз. How did you do this? Мына жерде дұрыстап одан қараңыздар. Неге олай емес? Why isn't, why don't деп сұрақ қоюға болады. Неге бірдеңе, неге деген сияқты. Болымсызда. Where's John? John қайда? Why isn't he here? Неге ол мұнда емес? Why isn't he? Бүйтіп айтпаймыз. Why he isn't here деп айтпаймыз. Why isn't he деп айтамыз. Why can't Paula come to the meeting tomorrow? Неге Паула митингке келе алмайды ертең? Сол сияқты why didn't you phone me last night? Өткен түнде сен неге маған телефон шалмадың? Why didn't you? Why you didn't деп айтпаймыз. Why didn't you phone me last night деп айтамыз. Осымен сабағымыз бітті. Егер ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Осы нәрсенің барлығы ары қарай сабақтарды үздіксіз жазуға кішкене септігін тигізеді. Жалпы септігін тигізеді. Сондықтан да активный болыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Егер де достарыңыз болса, ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген, бұл видеоларды таратсаңыздар да қуанар едім. Жақсы.